Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде уақыт кезет хабары, студияда мен Жаннұр Сүндетұлықызы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Батальон командирінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі орынбасары капитан Антаев Ескендір Сәбитұлы. Сондай-ақ взвод сержанты, жауынгерлік дайындық нұсқаушы аға сержант Қосыбаев Қуаныш Ержанұлы. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Өздеріңізге белгілі, биыл біздің тәуелсіздігімізге 30 жыл. Сонымен қатар сіздердің де салаларыңыз бойынша ұлттық ұлан әскеріне 30 жыл толып отыр. Осы жылдар ішінде сіздердің салаларыңызда, оның ішінде 54-51 әскери бөлімде қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіздер? Рахмет, біздің осы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне орай, біздің қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ұлттық ұланына тоже 30 жыл толып жатыр. Біз 92 жылы 10 қаңтардан бастап, өзі тәуелсіздік алғаннан берінше, қарулы күштерінің ішкі істер ол кездегі қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы 30 жыл толуында. 30 жыл ішінде көптеген жетістіктер жетті. Тек қана Қазақстан Республикасы деңгейінде қарулы күштердің ішінде де біздің өзіміз ішінде көптеген жетістіктер, өзгерістер де болды. Тәуелсіздік алғаннан бесте офицерлер кадрларын дайындау бойынша Қазақстан Республикасының ішкі істер ол кезде ішкі істер министрлігі ішкі әскерінде әскери институт құрылған болатын. Өзіміздің тұңғыш президенттің ұсынысы бойынша Петропавловск қаласында бізде 4 жыл көлемінде әскери институт құрылды. Сол көлемде әскери институт ол кездегі ішкі әскер болып өзгерілетін болатын. 2003-тен бастап қазіргі әскери училище әскери институтқа өзгерілді. Енді осы тәуелсіздікпен қатар айтып кететін болсақ, Қазақстан Республикасында көптеген дамулар болып жатыр, өсулер болып жатыр, алға дамып жатырмыз, 50 қатарлардың қатарына қосылып жатырмыз. Сонымен қатар біздің ішкі әскерлерде осы 2014 жылдан бастап ішкі әскер атауы ұлттық ұлан атауына өзгерген болатын. Енді қысқаша өзім әскери институт туралы айтып кететін болсам, мен 4 жыл көлемінде сол әскери институтта оқыдым. Осы Қарағанды өңірінде шақырылған болатым қызметке. Сол әскери институтқа түсу барысында біздің өзінің кейбір нормативтері бар. Сол нормативтерді тапсыру бойынша, ол қысқаша тоқталып кететін болсам, азамат немесе әскери қызметші, мерзімді әскери қызметші біздің әскери институтқа түсуге болады. Түсу тәртібі дене шынықтыру бойынша нормативтер бар. Оның ішінде жүгіру, тартылу, сол секілді нелер тапсырады. Сосын ұлттық бірыңғай тестінен осы арналған 50 балдан жоғарына алса, біздің әскери институтқа тапсыруға, конкурсына қатыса алады. Сөзіңізді бөліп отырайын, сарбаздардың күнделікті тыныс тіршілігіне, міндетіне тоқталып кетесіз бе? Мысалы, қандай міндет атқарады? Біздің әскери бөлім, 54-51 әскери бөлімі қазіргі таңда осы 30 қыркүйек күні 55 жылдығын тойлап өттік. Біздің әскери бөлімнің тарихы терең, көптеген осы Қарағанды облысы бойынша, Қазақстан бойынша көптеген мәдени іс-шараларға белсенді қатысып отырады. Ал негізгі тапсырмамыз әскери бөлімнің осы Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы бойынша қоғамдық қауіпсіздіктерді қамтамасыз ету. Сарбаздар шақырылған бетте оқу пунктіне өтеді, арнайы бір ай көлемінде. Сосын арнайы жедел мақсаттағы роталарға, батальондарға тағайындалады. Олардың мақсаты 1 жыл көлемінде осы Қарағанды қаласы бойынша қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге белсенді атсалысып, жауынгерлік қызмет атқарады. Сарбаздарды, Енді Қуаныш Ержанұлы әңгімемізге қосылып отырыңыз. Жалпы сарбаздарды қабылдау қалай жүргізіледі? Жаңа тоқталып кетті әріптесіңіз. Енді біріншіден жас сарбаз әскери бөлімге келгенде оқу пунктіне түседі. Оқу пунктінде алғашқы әскери дайындықты өтеді. Содан кейін алғашқы әскери дайындық өткеннен кейін әскерияны қабылдап, роталарға, бөлімшелерге бөлініп, жауынгерлік қызметке түсе бастайды. Содан кейін 1 жыл мерзім уақыттан кейін оған шарт бойынша әскери қызметші қалуға мүмкіндік беріледі. Қанша жыл әскери борышын өтейсіздерде? Мерзім бойынша 1 жыл. Егер де шарт бойынша тұрғыңыз қалғысы келсе, ол бірінші шарты оның 3 жыл мерзім болады. Енді қалай айтсақ, енді үлкен социалды пакет, баспана бойынша квартира алуға мүмкіндігі болады. Және де тегін медициналық несі бар, пакеті бар. Ол яғни жаңағы өзінің белгілі бір уақыттағы әскери борышын өтегеннен кейін әрі қарай сіздермен келісімшарт арқылы жұмысқа орналасылады. Әріптесім толықтырып кетсем, осы бізде мерзімді қызметке шақырылғаннан кейін бағанағы жауынгерлік тапсырманы орындайтын болғаннан кейін біздің Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы
Жауынгер тапсырманы бізде тек қана ішкі істер органдарына тұруға болады, немесе бізге келісімшарт бойынша әскери. Келісімшарт әскери бойынша бізде бір ерекшелігі, мысалы жарты жыл көлемінде арнайы міндетін атқарып, негізі Қазақстан Республика Конституциясына сай 36 бабына сәйкес негізі әрбір азамат қызмет атқару міндеті 1 жыл көлемінде. Сол жарты жыл көлемінен кейін, егерде оның арнайы мамандығы немесе толық орта мамандығы болса, ол ұсыныс білдіріп, келісімшарт бойынша әскери қызметшіге бізге тұруған болады. Бірінші келісімшарт негізі 3 жыл көлемінде болады. Сол келісімшартпен қатар, егерде ол келісімшарт әскери қызметші болып қалғаннан кейін, біздің әскери институтқа тапсыруға құқығы бар. Офицер шенін алу үшін, жоғарыда белсіздер өту үшін сондай бір ерекшеліктері бар. Ескендір Сәбитұлы, енді осы орайда сұрағым келіп отыр. Жалпы әскери салада көбінесе мамандар жетіспей жатады, иә? Сіздердің бөлімшеде кадр мәселесі қалай, жеткілікті ме? Кадр мәселесі бойынша жеткілікті. Бағана жоғарыда айтып өткендей, біздің әскери институтта өзі мамандар бойынша бөлінеді. Тактикалық басшылық, тәрбие және әлеуметтік құқықтау жұмыс жөніндегі басшылық, тыл жөніндегі, инженерлік және автомобильдік бойынша және байланыс торабы бойынша мамандар тағайындалады. Арнайы мамандар бойынша біздің әскери институтқа тапсыру барысында тек біздің Қазақстан Республикасында ғана оқу емес, сонымен қатар Ресей Федерациясында немесе Турциясында тағы да оқуға болады. Үміткер ретінде біздің әскери институтта жиналады. Сол жиын бойынша конкурстардан жоғары нәтиже көтерген бойынша бағанағы Турция немесе Ресей Федерациясына оқуға тапсыруға болады. Енді қызметкерлер мысалы әскери шенін қанша уақытта жаңартып немесе жетілдіріп отырады? Бұл кезекте бізде әскери қызметшілер, келісімшарт бойынша әскери қызметшілер, яғни сержант состав, сержант деңгейінде осы біздің әскери бөлімде сержант 3-ші сынып сержанты, 1-ші сынып сержанты дәрежеге жетуге болады. А егер бағана 4 жыл көлемінде оқып келген офицерлер, яғни курсант болып оқып келгендер, бірінші әскери шені лейтенант болады, ол кейін белгіленген өзінің заң бойынша уже тарапымен әскери шені өсе береді. Жаңа курсанттарыңыз жаңағы әскери борышкерлер, борышын өтегеннен кейін жұмысқа орналасу үшін олар белгілі бір білімдерін жетілдіретін институтта оқып келеді. Қандай институттар Қазақстанның қай қалаларында, мысалы сіздер ол жаңағы жоғары оқу орындармен келісімшартқа отырдыңыздар? Бана қысқаша толықтырып кетейін. Әскери институттан бана біздер курсант болып тағайындалып, бана белгіленген мамандықтарды оқып бітіргеннен кейін Қазақстан өңірі бойынша қызмет саласына байланысты, маманға байланысты Қазақстан жерлеріне жіберіледі. Сол кезекте біздерге одан бөлек бағанағы жаңа бітірген енді жас офицер болып лейтенант шенінен кейін социальный пакет ретінде қаржылай көмек беріледі. Сонымен қатар майор шеніне дейін жеткен әскери қызметші, яғни офицер болсын, офицер шеніне жеткеннен кейін олар бізде Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде арнайы жоғары академиясы бар, академияға түсіп, тағы да жарғырып тапсырып, оны өтуге болады. Сонымен қатар біздің Қазақстан Республикасы бағанағы академиясы, одан бөлек біздің Ресей Федерациясымен тығыз қарым-қатынас құрастырылған, сол бойынша Ресей Федерациясына бар тағы да оқуды болады. Жалпы неше жастан бастап, мысалы сіздер жас азаматтарды қабылдайсыздар? Жас азаматтарды біздің жалпы әрбір азамат 18 жасқа толған бері Қазақстан Республикасының Конституциясына сай қызмет атқаруға шақырылады. Қызмет атқарып болғаннан кейін де, мысалы, қызмет өтеп болды 1 жылдық көлемін, но қайтадан біздің әскери келісімшарт бойынша қызмет атқаруға тұратын болса, 30 жас көлеміне дейін тұруға болады. А зейнетке неше жасынан бастап шығарады? Зейнетке бізде 45 жастан. Яғни 45 жас болғанда 25 жыл қызмет атқарғаннан кейін уже зейнет ақысын шығуға болады. Енді қызметкерлерге мемлекет тарапынан қандай да бір жеңілдіктер, көмектер көрсетіле ме? Ол біздің әскери қызметші ретінде бізге көптеген бағана социальный нелер қарастырылған. Оның ішінде бір айтымса, қазір енді бәрімізге баспана ғой. Бізде әскери қызметшілер келісімшарт босқа тұрғаннан кейін уже бағанағы қаржылай көмек беріп отырады. Егер де бағанағы әскери қызметші осы Қарағанды өңірінде болып сөйлейтін болса, егер де пәтер ақыны жалдап тұратын болса, сол жалдаған үшін оған ақшалай көмек беріледі. Егер де үйленіп, уже бала шағалы болғаннан кейін әр семья отбасысына бағанағындай көмек қажет етілген. Сосын одан бөлек бағанағы пәтер ақы нелерді құрастыру үшін тағы да арнайы программалар бар. Ең төмен нәтиже бойынша біздерде тоже қарастырылған не қылады. Содан кейін бағанағы толықтай қамтамасыз етіледі. Жалпы жаңа айтып қалдыңыздар ғой сөздеріңізде, әскерге шақырған кезде жас сарбаздарды, мысалы бірінші оның денсаулығына қарайсыздар, денсаулығынан бөлек қандай тағы да шарттар қойылады?
бізге жалпы әскери қызметші мерзімді қызметке шақырылған бетте олар толық күйде медициналық қаным толығымен өтеді. Толық өтіп болғаннан кейін бізге шақырылады. Онда уже қарастырылмаған, уже бір жыл көлемінде олмен дене шынықтыру дайындығы, оқу дайындығы, жауынгерлік дайындығы бір жыл көлемінде біз Қазақстан Республикасының негізгі мақсатымыз запасқа тұру дайын әскери қызметші отан қорғау үшін толықтай сол бойынша қарастырылып, толықтай сабақтар өткізеді. Енді тәрбие жұмысына кішкене тоқтала кетсек, қандай іс-шаралар атқарасыздар мысалы тәрбиелік жұмыстар бағытынан? Тәрбие жұмыстары бойынша бізде көптеген сабақтар, тәрбие жұмыстары, тәрбие сағаттары бәрі толығымен қарастырылған. Біз әскери қызметке шақырылған бетте, олмен арнайы мемлекеттік құқықтық дайындық сабақтары, тәрбие жұмыстары, кештер, мысалы біздің бағанағы ұлы отан соғысына қатысқан аталарымыз бар, ең бірінші атап өтетін. Солардан марқұм болған бізде көптеген тығыз қатынаспен оларды байланыстырып, жастарды тәрбиелеу бойынша, үгіттеу бойынша біздер солай көп мақсат бөлеміз. Сонымен қатар біздің екінші уставымыз есептелетін болсаң, екінші жарғымыз осы Бауыржан Момышұлының көптеген кітаптары бар, жақсы айтылған. Солармен қатар осы Қарағанды облысында Сәкен Сейфуллин драма театры, тағы да басқа көптеген ұйымдармен тығыз қарым-қатынаста жастарды тәрбиелеу бойынша күшті үлкен шаралар өтуде. Енді бүгінгі тақырыбымыз өздеріңізге белгілі ғой, негізгі себепкер болып отқан тәуелсіздіктің 30 жылдығы. Осы 30 жылдыққа арнап қандай шаралар ұйымдастырып жатырсыздар? Біздің осы Қазақстан 30 жылдығына орай үлкен іс-шаралар ұйымдастырылуда. Сонымен тәуелсіздікпен қатар біздің ұлттық тоже 30 жылдық толуында. Қазір үлкен деген іс-шаралар ұйымдастырып отыр. Бізде іс-шаралар қоғамда осы Қарағанды қаласында ұйымдастырған бойынша қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бірінші мақсатымыз. Осы көлемінде көптеген әскери қызметшілер үлгілі атқарған әскери қызметші ретінде көптеген жетістіктерге жеткен әскери қызметшілерге бізде тағы да мадақтамалар, әскери шенін ұлғайту, мысалы белгіленген 3 жылдан кейін болса, оған мерзімнен бұрын даже ондай көтермелеу қарастырған. Жалпы сіздердің салаларыңызда өте жұмыс істеу, енді ол өте еңбекті, қажырлықты қажет етеді ғой. Әйел азаматшалар бар ма қызмет жасайтын? Бізде әйел азаматшалар бар. Олармен бізбен бірге қатарласып, отан қорды үлкен үлес қосуда. Оны біз әрдайым атап өтеміз, әрдайым орындары бөлек. Ол қай салада жұмыс істейтін болатын болса, медицина саласында көп жұмыс істейді. Қаржылай көмек бойынша, саптық кадрлар бойынша, сұрақтар бойынша көптеген сұрақтармен айналысады. Но сонымен қатар бірге біздің әскери қызметші ретінде, азамат ретінде сондай бірдей қызмет атқарылады. Яғни ерлерге де, әйел адамдарға да талап бірдей дейсіз. Бір талап бірдей. Атуға барған кезде атуға да жүгіреді, жүгіруге барғанда жүгіреді. Бізбен қатарласып не болып жатыр. Құрметті қонақтар, енді жаңа айттық қой, тәуелсіздіктің 30 жылдығы деп, ұлттық ұлан әскерінің 30 жылдығы. Әріптестеріңізге, көрермендерге жылы лебіздеріңіз болса білдіре отырсаңыздар. Жалпы осы сәтті пайдалана отырып, біздің Қазақстан Республикасының 30 жылдық тәуелсіздігіне көптеген жетістіктер жетті. Баяғы ата-бабаларымыздың аңсаған тәуелсіздігіне қол жеткізіп отырмыз. Енді бір жастар енді осы ұрпақты әрі қарап 30 мемлекеттердің қатарынан қосып, дамуына үлкен үлес қосуымызға енді үміт артып отыр. Елбасымыз, тұңғыш президентіміз. Осы моментті пайдалана отырып, әрдайым аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын, әрі де 30 мемлекеттің, 10 мемлекеттің дамыған қатарына қосуы үлкен үмітке соған жақсылықтар тілеймін. Барлық қазақстандықтарды, офицер, келісімшарт бойынша қызметшілерді, сарбаздарды тәуелсіздік күнімен тағы да бір құттықтағым келеді. Елдің мақтанышы болайық. Құрметті қонақтар, бізге осындай студиямызға келіп, жақсы әдемі сұхбат бергендеріңіз үшін көп рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті, эфирде амандықпен жүздескенше.